Көрнекілікті қалай бірнеше бөліктерге бөлеміз. Ол үшін кез келген браузерге кіреміз да разделить фото деп жазамыз. На части. Іздеу батырмасын басамыз, бірінші шыққан сайтқа кіреміз. Төменге түскен кезде мына жерде тұрады файлды таңда деп. Файлды таңдаймыз. Сосын мына жерде бөлшектерге бөлу. 4-ке бөлесіз бе, 5-ке бөлесіз бе, өз еркіңізде. Мен 2-де 2-ге бөлем. Сосын мына жердегі качествосын көтереміз 100-ге. Окейді басамыз. Мінекей біздің неміз дайын. 4 бөлшекке бөліп берді. Енді мышканың оң жағын басқан кезде сохранить деп шығады. Сол батырманы басасыздар да өз рабочий стөлге сақтайын. Екіншісін басамыз. Мышканың оң жағын басамыз. Сохранить деп басып сақтап алатын боламыз. Бөлшекке бөліп шығару өте оңай және жылдам. 4-шісін басамыз. Сохранить мінекей. Оны да сақтап алдық. Неме шықты. Рабочий стөліме. Печатьқа жібереміз. Сосын тағы да бір айта кететіні, изображение по размеру кадра. Осы жердегі галочканы алып тастап, сосын печатьқа жіберсе, дұрыс шығады. Пайдаларыңызға жарасын. Видео ұнаса, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Мен фотошоппен де бөле берем.